молодец. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінезді қазағым. Мен жан алатын қасқыр болам. Сен жан алатын қасқыр боласың ба? Асқаттардың қарындасы боласың ба? Марат Тостаевтың кексі боласың ба? Бәрін маған. Шықпай, неме бәкірің деп отырсың сен? Мен ерекше мұшықпын. Қай жерің ерекше сенің? Сен любой мұшықты ләқсаң төрт аяғымен түсем, Аха. мен ләқтырған бетіммен түсем. Артымен ләқтырады, артымен түсем. Басымен ләқтырады, басымен түсем. Ол ерекшелік емес, қо? Еще мен мешітке кіре алам. Любой мұшық мешітке кіре алады. Ораза ұстай алам. Осы жерін қосып жібердің, ә? Өтірік айтып жібердің, ә? Майындаш, денең айтып тұр ғой? Майындаш. Қосып жібердің, ә? Майындаш. Е? Мойны. Бірақ садақа беріп тұрам арасында. Беріп тұрам. Ей, сен мен өлтіруге кеп тұрсың. Яда мен сен жанға алып кетем, болды. Қасеке, мен мына адамдарға керекпін. Мен адамның ауырған жерін тауып, сол жерге барып жатсам, Мажық өлтіріп қоясың. Сөйтіп, жазамын. жоқ шынымен. Мысалы, Мөлдір Мұқанованы бас ауырып отыр. А, неге? Түнімен ішкен. Ондай емес. Марат Тостаев бас ауырып отыр. Неге? Қай өлеңді айтам деп ойындап отыр. Сәл диагноз шатастырады екенсің, не? Сәл шатастырып жібереді екен. Шатастырып жібереді. Ондай емес қой, мәкең бас ауырып отыр. Не үшін? Кеп қысқысып отыр. Міне. Көрдің бе? Осылай қоясың диагноз деген. Енді менде амал жоқ, айып етпе. Мен бәрібір сені өлтіруім керек. Тоқта. Еге болмайсың. Тоқта, жаным. Былай қылайық. Мен өзім бірақ жаным қалды. Шымкентке барып соны сүрейін. Өзі адамға бір ғана өмір берген, соны Шымкентте өмір сүру керек. Демей ма? Керемет. Керемет Мен айтып. Енді бар. Бірақ енді міндетім ғой менің, айып етпе. Ей, туайын деп атсың ба? Дұрыстап өтші. Дұрыстап өтші. Қарап тұрам мен. Сен дұрыстап тықтың ба? Ой, тықтым ғой, до конца. Ей! Өз бірақ жаның бар деп еді? Врач па? Врач бірақ жаның бар деп еді? Біздің врачтар қашан дұрыс диагноз қойып еді? Мысалы. Енді Шымкентте жан рахатыңа өмір сүр.